Әзімхан ағаның жоғалып кеткеніне 14 күн болды. Мен оны өте уайымдап жүрмін. Алдында естеріңде ма? Әзімстан түсірбедік қой. Мен үйге келіп мамадан кешірім сұрадым, ал Әзімхан аға әлі келген жоқ үйге. Папа, мама барлығымыз уайымдап жүріп. Так что мен қазір тамақ алып қайтамын магазиннен. Блин, қарным ашып кетті достар енді. Все, достар, кеттік. Магазинге барып қайтайық. О, бисмилля. Шықтық қой наконец-то. Мауымтақ? Не істеп жатыр ана жерде? Менің ауламда қақ ортасында жолдың. Каналға тіркел дейді. Қараңдар, ақшасы бар екен. Достар, бірге ұқсайтын сияқты мынау. Қараңдаршы. Ой, ешек. Мне кажется, бұл маған ақша бергісі келіп тұрған адамға ұқсайтын сияқты. О, шама алып келейін ақшасын. Ема, қараңдар достар, бай ғой мынау. Ё-май. Не қыз шығып кеткен бе, не анау? Әппек. Мынау қараңдар достар. Ху-ху. Көтіндерсің. Ау? Серега. Серега дейм, үстіне киім қараңдаршы. Мынауын кәдімдей жайғасы болыпты ғой, үйім қасында. Достар, кеттік магазинге енді. Саламатсыз. Бір пирожкимен бір горшық бересіз. Йо, моя достар, жаман тоңып қалдым. Все, пирожкимен горшық. Мынауың әлі жатыр ғой? Йо, мое. Бірақ жалко енді достар, бомж ғой все-таки. Халын сұрайын хотя бы оятып қазір. Ей, бомжара. Че, қалың қалай? Нормально. Қалай? Нормально. Нормально? Нормально. Бірақ все-таки түрі біреуге ұқсайды, кәдімгідей танып тұрған сияқтымын. Маған ақша бергісі келіп тұрған адамға ұқсайды сияқты қайтып. Қайда ақша салып көрейін. Ема қарқару қаламын. 100 теңге бір би дейді. Нанға керек дейді. Каналға тіркел. Мұсыт екен достар, нанға керек дейді. Жақ ұрланған 100 теңгені обратно салып жіберейін. Көрейік, билей ма, билемей ма. Хамзара. Мен саған 200 теңге даже. Бере шап қане. Шапсай. 200 теңге ақша бердім саған. Биле да. Мен әдем билеп жатыр ғой мынау, а? Кәне! Шығар ат, ой, жібер аттың басын. Достар, ладно, ұйықтап болған сияқты. Қайтып оның ақшасын алып кетейінші маған бәрі. Қайдан? Аха, алып кетейік. Ей! Бісміллә. Білмейді деп ойлайсың ба? А? Білмейді деп ойлайсың ба? Арлап атқанды. Жіберме, не бомж? Бомж жібер демей. Жібер демей, бомжар. Осыдан ақшамды қайтармасаң, саған қиын болады. Мен бір бомждан қорқады дейсің ба мені, Мен білесің ба кім екенімді? Мен Әзімхан Девин інісімін, Отыр мына жерде. Лох. Бүйтін ғаныш, лас кір. Вообще кетме ауламнан, здрыстни, түсіндің ба, Вообще обнаглели бомждар бар ғой. Фух. Все, достар, тамақ бар. Ей! Кім ой? Кім? 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 Алгүп. Қайтсың ба? Бұрашқа, иманды береке берсін, ақшаның байлығын берсін. Тиым болмай ма тамаққа, нанға ғой. Ей, шығ үйімнен. Жаңағы сен емес па жатқан мен ауламда? Ақша еш бауым. Қалай мене ақша сұрап тұрсың, жаңа көтінді айран бірден ет тұрған жоқсың ба сен маған? Кет бар үйімнен менің. Сен ба? Иә, мен. Ақшамды алып кеткен, қайтар ақша. Ақша алған жоқсың міне сен. Ақшам жоқ анда менің, ақшам айны. Ақшам жоқ, ақша жоқ сенің ақшаң, жоқ. Ақшам бердің ма? Кірме менің үйіме. Мен заңды білейін, мен кәме үйіме кіресің ғой. 119 тармақ 3-ші бап бойынша сені. Ей, кету! Ақшамды қайтарасың ба, жоқ па? Қайтармайым. Еңізге көсем мауына. Сұр не болып отыр? Мынау сен отражениең ғой мынау? Айна ғой, айна ғой мынау? Міне тұрың ғой мен, міне айна ғой мынау, отражениең ғой сенің.
давайте-ка бірге отырып тамақ ішейік. Мен ақша бермей ақ қояйын. Палем сіз сол ақшаға бірге арақ бірдеңе аласыз. А сізге мен тамақ істеп беремін, кәне поляна істеп беремін сізге. Не пирожкиін салып, картоплын салып, жұмыртқадан қуырып беремін. Алла разы болсын. Аха. Алла разы болсын. Тамақ. Ұстама мен, иә? Тамақ істеп берсең, жарайды сол маған қарным ашты. Мынау жұмыртқа ма не? Иә. Мынау жұмыртқа ма не? Иә, жұмыртқа ол. Мен бұндай зат жемеймін ғой. Қалай жемейсің? Жейсің? Жұмыртқа ғой мынау, мен жемеймін ғой ондай зат. Стейк бір нәрсе пісіріп бермесем ақшамды бер мына. Мен деген приличный адаммын, мен өйтіп ойламаймын, жұмыртқа құтылып кетемін деп ойламасың, не? Конкретно. Жейсің! Жемеймін мен оны. Жейсің! Жемеймін. Жейсің! Жемеймін. Жемейсің! Жеймін. Жемеймін. Жейсің! Жеймін. Аслан! Оренбург. Жұмыртқа! Жұмыртқа мен нан. Күрек! Лопата. Жүрек! Кілт. Жап аузыңды жейсің! Жеймін. Жемеймін. Че, тойдың ба? Все, бол кете бер бар. В смысле? Мен жеген жоқпын ғой. Мен кету керекпін ба не? Мен сен ақшамды қайтар едім, никаны айт, өзің жоқ қойдың ғой сен бәрін. Че, бар енді, кет бар. Мен саған тамақ істедім. Сен еще менің ішімдігімді ішіп отырсың ғой. Сен маған бір зат берудің орнына сен менен алып жатсың ғой қайта-қайта. Менен лох көріпсің ба не? Мен атын кім еді? Мен ұмытып қалдым. Кешкім қалай еді? Мен атын ұмытып қалдым. Мен Серега Терпиловамын. Терпилова. Ақшамды қайтармасаң, мұнда маған жұмыс жасайтын боласың бүгіннен бастап. Қарызымды қайтару үшін. Сен мұқтажарсың, не хватало еще бомжға жұмыс жасаған, да? Маған жұмыс жасайсың қазір. Давай сен қазір бірінші шаруаң сен қар көре үйдің. Жоқ, кіремеймін, сен кіре. Давай. Күре дұрыстап. Ей, бәрі маған. Ой! Не енді ма? Күре дұрыстап. О, кетті, нән. О, қуа сал. Қағып атқанда жоқсың ғой сен. Не oldu ей? Болдым. Сен кімге айтып тұрсың, ей? Мінемін. Кіммен сөйлесіп атсың? Жарайды, мына жерге тұра салайыншы. Міне. Өліп кетті ма не? Я, бомж, кешір. Сыр мен айрайын деп атқан сияқты. Бомж, кешір, байқамай. Ей, сен мен атын неше рет айтып отырсың, қақтан біліп тұрсың сен? Кетшейін. Мә онда. Ойбай. Нұрланбек дерміш. Сөзсі, Азымханаға ұқсайсың менің бар ғой. Ағама ұқсайсың мен. Азымхан DVD-ні танымайсыз шығарсың, иә, бомж? Азымхан Чми? Мә. Ай! Қандай Чми? Мә саған Чми, мә қайдағы Чми, ол Азымхан NTV, популярный блогер. О, танымаймын, Азымхан Чми. Мен заңды білемін, мен тоже. Мен кітапханадан шыққан жоқпын тоже. Папа? А? Папам бокс. Папа? Сен қақ... Ей, ол мен папам, сен бомжсың. Долгып. Мен папам ұқсап кетті, маған. Қалай, ей, бомж? Ол мен папам түсінің ба? Сен вообще кетме үйімнен болды, сен нагреть етіп баратсың, ол сен емес. Мен Азымстанға кету керек. А? Азымстан. Не дейсің? Азымстанға палаткама кету керек деймін. Мамну. Сен Азымханаға сен ба? А? Жарайды, бетін жуал сосын білінет ол. Күнде кетіп қаладым, қысамда. Не кетіп қалады дейсің? Сен бетін таза екен ғой, ей? О, таза семей қойшы, сен семеш. Ей, жүрші дейсің. Мына Азымханаға ма сен ғой? Ей, краш. Че, атың кім сенің, ей? Мойында енді. Серега Терпилова. Ема, Нұрланбек не істеп тұрсың сені?
ема сыр памяти оралған сияқты ана портрет папа маманы көріп мені көріп үйге қайтып келмеймін деп жүз беріп едім ғой. Палатка Азымстанға түсіремін дедім. Не істеп жүрсің? Азымстан палатка ұшып кетті. Сен содан кейін білмеймін ана киімдерін қаяқтан теріп алғанда бомж болып кеттің сен долгу. Сен өзіңе фингал не істеп алғансың ба? Өтірік Серега деп тұрсың сен өзің. Ламбек ана, помнишь, Азымстан түсірдік қой? Иә. Палатканы ұшып кеткенде мен басымды ұрып алдым қатты. Қарын астында бір тас болып. Памятім бәрі кетіп қалды. Содан кейін сен бомж деп ойлап жүрдім. Ема.